Assalomu alaykum қазақ елі. Facebook qavmi. Mına bizning akim. Mına Алматы қаласы Алатау ауданы. Рахат мәдениет микрорайон. Екапост қаланың ішінде тұр. Свет 1,5 күннен бері жоқ. Газ Болат Назарбаевқа қарайды, корейскке қарайды. Басқа ұлттардікі газ системасы. Я сәл жаба тұрайық сәл. Сосын ол қазір уәде береді, бұл кісінің қолында ештеңе жоқ. Бұл кісінің қолында ештеңе жоқ. Жоқ, бұл қазір сіз әкім болып барсаңыз, сіз де ештеңе істей алмайсыз. Жай өтініш жасайсыздар. Жоқ, олай істеуге болмайды. Жап. Все. Жол. Все. Разворот. Все, давайте. Все, қайт. Все, разворот. Вон так. Выходит. Шық, болды. Жігітсіңдер ғой, бәлін, шығыпсың. Все. Gelsin, jurnalistler gelsin. Gelsin endi, spetsnazlar gelsin. Spetsnazlar gelsin қазір, amandor gelsin. Aynalıp öte verin, yol var. Жоқ, Жіберін, болды, ешкім жіберін. Ана, әкімнің өзі де тұр, жабасын. Басыңа түссе жабасын сен. Сен басыңа түссе, сен де жабасын. Балдарың ауырып атса. Балаларың ауырып атса, сен де. Үйіне су. Бәрі жұмыспен жүр берді, біз де жұмыспен жүр. Екінші рет осындай жағдай болып отыр. Жаздан бері осы сырылап атыр. Қаш номер сырғаш. Мынау адамдар басады екен. Номерді сырғаш. Қаш. Номер. Қаш. Ереке, номер сырғаш, номер. Ереке, номер сырғаш. Бұл мәселелер түсіндіреді. Шығар. Дети у нас мерзнут, у нас безвыходно, мы вышли на дорогу. Бәрі заказмен кетті. Анау кетті, бар, сояққа кетті. Ар жағымен айланып жүр. Түсіндірейік, Жауаптарым бір сұт. Бағана жаурап отырық қой бізде. Жаздан бері техника. Жоқ, кетпейміз. Мен жақсы спецназар келсін енді. Екі селода свет жоқ. Мұздап жатыр. Новорожденный Шақырайын, спецназ КМ милицияны. Шақырана телевидение көрсін біз. Жүрсе ана жол мене, ана кетіп атыр ғой бәрі. Тұр онда, тұра бер осы жерде. Жол мынау сәл эффект болады қазір, көресіздер. Ана яғы қуыстан естейсіздер әқта. Чиновниктер отырып, қашта шалқын. Аса жүгіріп кеп атыр, көшен жабат дегенге. Ақша төлемесе Мына Екапост қаланың ішінде алып тастау керек. Свет жоқ. Газ Болат Назарбаев, корейстікі, басқа ұлттарда Болат Назарбаевтың атында газ кіргізбейді. Білет, алдында да тура осылай қайтарған ақыл. Біз бәрін шешеміз қатырамыз деп, қаянда қатырғандыққа. Мынау дегенде осы Әкім екен. Салатау ауданы. Ол не шешеді, қолында ештеңе жоқ, ақша жоқ.
Şişmeydi. Aynalıp ketiyorsunuz, aynalıp ketiyorsunuz. At. Вон там дорога, вон там. At. Bir ağaca свет жасап беретін уақыт болды уже бар ғой шыны керек. Қашан жасап жатыр ғой үйде тұрып бізбен бірге мұздап. Бәріміз жинадық. Бәріміз жинап сізкіне барайық. Свет кешке қарай өшіп Біздікіне келіп отырыңыздар. Жоқ, бұны алып кетейік бұны. балалар бар. Кішкене ойланбайсыздар ба? Ойланбайсыздар. Милициялар келіп жатыр. Спецназ. Пусть ваши дети посидят на морозе, когда будут. Мы намучились, здравствуйте. Енді қазір аға сөйлесеміз. Bir sutka болып söyleyecekler. Қайда bir sutka болды? Енді сіз бір сутка звондадыңыз ба? Звондамадым, мың жерге звондадым. Сұрамаңыздар. Жоқ. Дети плачут. Мына әрекетіңіз заңсыз. Бола берсін. Ну и что? Қай жерде бола бар? берсін. Сонда заңды ма? Қай жерде Bir sutka болды. Қандай заң бар? Қай жерде заң бар? Бала қарты бар. Тоқтаңыздар, айғаламасаңыздар. Келе жатыр осында. Қазір сөйлесеміз. Кім келе жатыр? Әкім келе жатыр. Қалай шығамыз? Болмайды, аға. Болмайды. Аға. Болды, жабуға болмайды, аға. Қазір әкім келеді. Менде де свет болған жоқ түнімен, аға. Мен учаскелік инспектормын. Міне рапортта түнімен свет болған жоқ. Мы звонили в РЭС. Мен бірге алмаймын аға. Жолды жабуға болмайды аға. Аға, ол заңсыз. Елдің бәрі кетіп жатыр ғой. Ешкімнің кінәсі жоқ. Біздің ауыл ма? Біздің ауыл. Басқа барады, қарыңдарда барды. Балдар бар. Босанып отырмыз. Мына көршілер свет жоқ, су жоқ. Соған әкімшілік ешқандай шешім қабылдамайды. Газ жоқ, қаскелеңге қарайды. Соған көршілер болып, өзі балалар ауырып жатыр. Едут они уже, понимаете? Едут. Ну вы дорогу закрыли, как он подъедет сюда? Я сам не проеду. Милициялар келіп жатыр. Вот обез айналып өтсе вот бәрі кетіп жатыр ғой. Бәрі кетіп жатыр ғой. Солардың артынан жүре берсең.
Ne istiyorsun? Aviazdan aynalıp ötse işte aynalıp. Aynalıp. Endi barmaysizlarmı? Bu yerden yapıp durupsizlar. Bar boldu o şarşagan gözü. Qarapayın, al, жұмысқа келсіңдер. Qarapayın, bizde. Bular sonda aşinmen çıka saldı mı? Barıp bolgan ucu. Жаздан бері барып болды. Бұлар барып болды уже баратын. Жерде біреу ауырып кетіп бара жатқан шығар. Скорыйға Ана жақта ауырып жатқанша өлейін деп жатқан шығар. Мына жақта да ауырып жатыр. Немен айтып жатсың сен? Ауырғасын шақырмайсыздар ма скорый? Кім ауырып жатыр екен? Бала бар зат Міне бар. бауырым екі сүткі болды, светсіз отыр, сусыз отыр. Онан бұрын да свет жоқ, постоянно. Ол жаздан бері барып жатыр. Жаздан бері барып жатыр. Көріңіздер екі сүткі Kesin. Сол звондап жатырмыз, шақырып жатырмыз, ешкім жоқ. Қазір келеді, зато тез келеді. Авиаз айналып өте берсіңдер, айналып. Жоқ, кісінің жерде жатыр бәрші. Они говорят, 10-15 минут таким подъедет. Мы чуть в сторону сейчас едем, чуть в сторону. Через 15 минут мы также трассу перекроем. 10-15 минут таким они будут. Хорошо, 5-10 минут, шетке шығайық. 5-10 минут, 5 минут, 10 минут. 5 минут, 10 минутқа шығайық, 10 минут. Хорошо, 10 минутқа, жарайды, 10 минутқа. Давай, 10 минутқа, 10 минут, 10 минут, жүріңіз. 10 минутқа, давай. 10 минутқа. 10 минут күтек сағат. 10 минут, давай. Ереке 10 минут. 1 минут, давай. Ереке 10 минутқа. 10 минутқа күтейік, 10 минутқа. 10 минутқа. Не будет, да? Ладно, если не платили. Платишь, что тариф какой? Тариф какой? У меня на фазенде свет, вода есть. А я в городе. Не работает. Можно интервью? Это Facebook слово. Cevap durmasanız neyse söyleyin. Elektrik jüyesine cevap, su jüyesine bölük. Cevap durun diye Solar çakırsanız bizge siyah getirsin. Gelişim geldiniz. Bu kulaklara cevap veremezseniz lazım. Adamlar kelediler. Fakirimiz solardan soruyorsun. Şunu verin. Bizge de ayağlamayı ıskaya koyalım. Екісіне случайда сізде қалыппен жұмыс келіп, қалдары қалай? Bir нәрсе случай. Ол эмоция. Жол бер дедің, бердік қой жолды. Давай. Этот обширный возьмем? Обширный, да.
Вот сюда, вот здесь. Это, по-моему, уже идет просто геноцид. Специально отключили в коронавирус, такой у них вирус сильный, что они отрезали свет, отключили 2 района, вторые сутки пошли, у всех дети маленькие. Как это еще назвать? Геноцидом только я так лично назову. Потому что, нате, сидите в холоде, болеете, ни воды, ни света. Это же вообще жесть, 21 век, Алатауский район. Вот здесь находится Автоцон, Акимат, все это рядом. И у нас ничего нету, это вот как еще назвать люди? Президент, как вы все вообще, как вы работаете? Вам насрать, извиняюсь за выражение, на свой народ. Они должны запасной включать. И дизель должен. Так что света нет, они должны запустить, хотя бы у людей вода была. В туалет сходить, в это сходить. На это можно сказать? А? На экран, интернет. Слово. А так водонапорную башню поставили, дизеля нету. Воду вот на сутки сейчас выключили, и воды нету. Нечем подкачивать. Вода закончилась, даже в печках мы не можем давление отдать, включить потому печку. что Все, даже если свет дадут, воды нет, мы печку не запускаем. Все. Потому что сейчас свет дадут, пока давление, пока не наберется туда вода, печку не запустишь. Оплатим зато мы коммерчески. В городе Ведь 50 тенге вода. свет У нас 250 тенге платим. Вода, свет у нас на 7 тенге, мы дороже платим. Если мы один день, 2 дня не заплатили, через 5 дней нам свет отрезают. Они отрезают, свет приходит. 220 не дают. Приходят. Вчера вообще было, у меня реле на 158 было напряжение. Куда? Микроволновка не запускается. Стиральная машина. Тем более мы относимся уже к городу, к Алатаускому району. Почему мы зависим от ГРЭС? Мы должны относиться к городу, у нас свет городской должен быть. Частники рулят здесь. А вода кто Вода скважина. Вода скважина, 150 тенге куб мы платим. А газ? Подключение по 300 Газ тысяч. городской. Газ у нас каратауский, у нас, у них городской, у нас нормально. Ой, карасайский. Газ Карасайский. городской. Газ, и то с прошлого года газ дали городской. Городской, В прошлом году дали. За подключение отдали по 300 тысяч. За воду 300 тысяч. И за электричество за подключение 300 тысяч. А дорогу как? Дорогу тоже проблема, да? Дорогу тоже сами делали. Дорогу сами платили, гравий, вот этот Все балласт улицы, завозили. все подряд, все сами делали, и то все равно дорога ушатывается. В прошлом году, в этом году должны были делать нам это центральную канализацию и воду должны были. Городскую, ничего не Нет, сделали. Ничего не сделали. А освещение улиц. Освещение городское. Освещение по улице, освещение Даже вот у нас, В этом году только установили. В прошлом году мы сами даже тоже элементарно, установили. вот если они у нас в домах нету света, улицы у нас освещаются. Но они же могли что-то придумать от городского света, запитать поселок хотя бы. На Это Рахат, время аварии. Рахат, И да, тем это? более вот эти вот по Рахат, улице Мадинет. идут Мадинет. провода, они не соответствуют, они тонкие, потеря идет большая, и 220 нету. Там проехать 158, 170, столбы как стоят. 190, 180 Где должно постоянно быть 3 приходят. столба, они 2 столба ставят. Провода провисают все. Кабели вот эти не соответствуют, которые они... Алатауский районға Налог қарай Алатау газ, өтіп Карасайскийдан бізге жасап жатыр. Міне 2 жыл болды жүгіріп жүрміз. Алатаускилар қосып береміз деп еді, оған Карасай бермей жатыр екен оны. Алатауский районда 160 мың. Карасайскийда 350 мың екен. Сол бізге қымбат болып тұр. Бірдеңке қылдырып осы Алатаускийға өтсек па деп аңсап жатырмыз. Светті бізге неме Алатаускийміз негізі. Бірақ светте, газда Свет Греске қарайды, да? иә, Грецке қарайды екен. Трансформатор корейстердікі. Трансформатор корейстердікі. Светке біз қымбат қылдырып төлеп жатырмыз. 24 теңгеден төлеп жатырмыз. Соның өзінде міне бір сутка болды, свет жоқ. Свет жоқ болып бізде суымыз да светке қарайды, газымыз да светке қарайды. В общем, барлығы Су қай жақ қарайды? Су мына Рахаттың ішінде водонапорный башнядан алып отырмыз. Барлық ауыл бұл. Көшеде освещение, көшенің жарығы освещение. Освещениеміз жоқ. Жолдарымызды өзіміз көршілер
жиналып бір қабат бу асфальттан жайған болатынбыз, бірақ балаларға совсем жайсыз болып тұр жүру. Мектептеріне де, машиналарға да барлығы батып, балшыққа аяқтарына салафан киіп шығып жатыр жолға. Мен көргенім екінші, үшінші көшеге жарық берген, бірінші көшені тастап кеткен. Бірінші көшені тастап кетті. Ана былтыр жолды ашамыз деп магазин Жұмабай магазиннен жол ашқан. Сол көшені ғана әкімшілік келгеннен кейін кішкене реттеп свет жарықтарын түсірген, біздің көшені тастап кетті. Біздікі бірінші көше, Салбұрын көшесінің бірінші көшесі. Сол өздеріңізден сондай бір жәрдем сұрап едік, сондай бір не жасасаңыз. Жақсы. Сен не түсірмесің ба? Ереке, мына экопост туралы бір ауыз айтсаңыз. Экопост бұл жерде заңда тұрған жоқ. Экопост қаланың сыртында тұру керек, кіреберісте. Мынау не қақ ортасында тұрған. Жергілікті Алатау ауданына қарасты мысалға тұрғындарды қинайды. Бұл облыстың машиналарын аңдайтын экопост. Сөздің шыны. Ана Қарасуды да сондай. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз участковый полиция келді. Әкім келет деген жоқ. Әкім келет деп, меніңше армия спецназды күтіп атқан сияқты. ОМОН ба, өйткені милициялар көп келіп атыр, әкім емес. 10 минут деген 10 минуттан асып кетті. Халықпен бірге болсаңдар, бәрібір ауысады ғой билік. Ертең бір рет түзеді ғой. Көбейіп атсындар. Басқа жұмыс жоқ қой. Қолымыз бос, ергіп отырмыз. Бізде еріккенен келіп келдім да. Уландар жарылып отыр. Милицияларды көбейте беріңдер, молодец. Халыққа, айта бер, бәрін айтсаңыз, свет, су, газ, жер, жол қалай? Мен осы Рахат ауданының тұрғынымын. Мұнда жиналып жаңа аты жөніңізді айтсаңыз болады. Аты жөнім жаңағы Бауыржан. Келіп тұрған себебі мына біздің мына Рахат, мына сол жалды Рахат, Мәдениет тау. Жаңағы Алатау ауданына кірген, аудан жаңа кірген, не свет жоқ, не су жоқ. Мына кеше сағат 2-ден бері өшкен свет әлі жоқ. Түніменен светсіз жаңағы отоплениесіз отырдық. Үйде бала шаға бар, бәрін амалдың жоғынан келіп тұрмыз, ешкім еріккеннен келген жоқ бұл жерге. Су мәселесі светке байланысты ғой. Су мәселесі бұл светке байланысты болып тұр. Свет өшетін болса бізде су да келмейді. Болады, рахмет. Болады. Анна, привет, как дела? Что ты без этого, без головного убора? Мына милициялар кете берсінші. Кете берсін милициялар. Халықты қорғасын. Халықты қорғасын бұлар. Тәртіппен алыңыз. Жоқ, мына балалар бағана Рахаттың ішінде тұрған тыныш. Уже шыдан біткеннен кейін келді нерге. Айтпесем, бұл жақта 2 сағат, 3 сағат Әйтір, қазір спецгруппа кеп қалмаса болды бірінші. Вагонға тиеп үйреніп қалған ғой. Спецгруппа. Қазір замақы келет деді ғой. Бақ бәрі сол сізге қойасыздар. Айтыңыздар да, дұрыстап біреуіңіз түсіндіріп айтыңыздар да. Қандай сол қалаға ауыстырса? Ажаға қалар еді Ана жазда берді, Бұлар халықшыдан бітті бай. Негізі анақта жиналған бағана. Ешкім келмейді, шырылдап жатыр, телефондарын алмайды. Амал жоқ шығып жатыр енді. Мысалы, бағана мен өзім қатқаншаға барып қойдым, ана жерде жаңағы от
Это нормальный, хороший разговор. Это хорошо. Ну, хороший. Халықтың всегда жыры ғой. Қай жерде мәдениетті жатсын. Бүткіл алматы төпіп қой жасап тастайтын болдым. Енді 100 метр примерно деп айтып отыр, осы жерлер болу керек. Соны қазір іздеп жатыр. Шыққан күтеміз ба? 3 ай күтеміз ба? Көктем шыққан. Қатып қалады ғой. Қатып қалады. Тұрғыларының барлығы қатып қалады. Сен дұрыстап жауап бер халыққа. Сөз дұрыстап тыңдайды халық сені. Тыңдата алмайсың ба? Үйіңе барып жат па? Жауабын береді қазір саған. Сен не үшін келдің бұл жерге сен жауап бере алмасаң? Жауап бере алмасаң қайтып бардың? Жауап береді адам жіберіске барма. Үйде жата бер десе, жоқ бүйтіп айтса, үйде жат десе, үйге қайт десе, қайтыңдар десе. Жауап беретін адам жауап бермесең қайтып келші. Жауап бермесең немене? Жауап беретін адам керек. Мұнда адам саны көбейіп тұрмай-ақ қой. Қайда? Әкім мырза, өтініш, мысалға жауаптылар тартыла ма? Жауапқа тартыла ма? Жауаптыларды шақырып жатыр. Жоқ, тартыла ма? Жауапкершілік бере ма кейін? Енді жауапты адамдарға ол біз жауап береміз өздерінің қызметкерлері. Мысалы, халық сұранса жауапқа тартыла ма? Халық сұранса егер. Сот қана шешім қабылдайды. Біз ғана қабылдай алмаймыз. Адам санын көбейту үшін келдің ба? Үй үшін келдің сен? Кім? Жоқ, сен халықтың ашуына тимесей сені. Ойнақ келдім мен. Просто үйде делать нечего маған. Сен халықтың қамын ойласаң мұнда тұрмайсың сен. Бірге емессің сен. 2 күн болды ғой, амал жоқ келдің алар. Кеше жүретін едің сен. Халықтың санын көбейтпеймін де қайтып кетті. Басты қатырманың. Бұлар негізі анда тұрды, күтті, 2 кешеден бері күтіп жатыр. Барып кел, шауып кел. Амал жоқ шықты бұлар. Барып кел, шауып кел. Беттерің айтса жақпайсың, ренжейсіңдер. Қалай айту керек айтшы. Кеше 2-де ішкен свет. Күндізгі 2-де. Қалай жасалмады сот кешеден бері? Уже Астанадан алып кеп мұнда қоятын нәрсе болды ғой, мысалы алып кеп қоятын нәрсе қоятын. Бағана WhatsApp-қа жіберіп, кеше магазиндер жабық болды ғой, запчасть алады деп қалай күлкіні мұнан ешкім естімесін. Запчасть. Любой энергосбытта, то есть электросеть по энерго, любой складтары бар, резерв. Алады, мынау күйсе мұнан алып қояды, автоматты ауыстырады. Дұрыс па? Стратегия. Ал егер мұна подстанция күйетін болса, екінші резервный бар, мұнан өшіреді, ананы қосады. Шындық қой? Жоқ, айтса, қазақтан мынада сөз бар мақал. Айтқанның аузы жаман, жылағанның көзі жаман дейді. Ауыстырады, қалай нәрсе? Бүткіл Қазақстанда жоқ па? Онда давайте рахаттың тұрғындар жинап берейік сендерге. Жердің астынан таппай жатырмын. Көмектесек онда тез жасайсыңдар ма қазір 1 сағаттың ішінде? Жердің астынан таппай жатырмын. Қай жерде жүргенін таппай жатырмын. Бауырым, лаборатория бар. Мен ол жағынан емес мынадай кішкене. Өтірік айтпа. Ана точкеге, мына точкеге бар ғой мысалға. Жоға, тоқтақпаңшы. Лаборатория бар. Любой обрывта жердің астындағы лаборатория бар. Аппарат бар. Сол лабораторияға лаборатория келеді да табады. Мен білемін оны. Жердің астындағы любой кабелін табады. Сендер өйтіп адам жындырылмаңдар. Сендер оққан мына рахаттың тұрғындардың бар жынды емес. Лаборатория келеді машинамен. Несін қосады аппаратын. Қай жерде обрыв бар? Ешкім қазбай-ақ жердің астындағы мен тауып алады, мен білемін оны. Уже басымнан өткен мен. Жоқ, кешеден бері не істедіңдер? Кеше неге кеше 2-ден бері табылмады ма сонда? Кеше 2-ден бері сізде бүкіл линияны. Тапты ма онда? Таптыңдар ма жыртылған жерді? Жылы жерге. Жыл қайларын ішіп, қатын бала шағаларды құшақтап жаттыңдар. Жоқ, таптыңдар ма сонымен? Нәресте бар, жат бар. Жоқ, тосына тапты ма қазір? Ол қатты айтып деп ренжімеңдер, я. Басты кессеңдер де тілді кесе алмайсыңдар бұл адамды. Адам уже күйіп кетті, мен уже бар ғой. Датакөйшікпен қаным қайнап тұр бар ғой. Өздеріңіз, өнім ау. Бұлар өзіңіз сияқты Аудан әкімі Азамат Қалдыбеков. Сіз ба? Иә. Аудан. Мен осы ауылдың тұрғынымын. Кеше 2-де ішкен, қазір су батады. Жібердік. Кешегіден бері таба алмай жатырмыз причинасын.
сахарный заводтың ішін аштық. Қазір міне өздеріңізге міне не болмасын. Қазір анау ненің ішін ашып жатырмыз. Железный дороганы астын қазып жатырмыз. Қазір міне. Жаңа барып келді ғой, ішін қазып жатқан жоқ қой. Анау железный дороганың астын қазып жатырмыз. Сахар заводтың іші ғой анда. Сахар завод па мына? Иә. Дороганы астын қазып жатырмыз. Түсініңіздерші, авария. Авария менің емес. Болмаса басқа бір заттың бір кінәсі емес. Жарайды, бұл жерде жарайды. Авария болды, қазір тоқтаңыз. Қараңыз. Мұна рахаттың светі мынау бірінші емес. Көшен светі постоянно өшеді. Неге өшеді? Неге оны жасамайды? Соның бәрі көшенің светі жанып тұр. Үйде свет жоқ. Жанатты ал. Ата одан сізде қойып берді. Естік ал. Ал айтыңыз. Рахат, мәдениет, сіздер келген кезде облыста болдыңыздар, жерлерді алдыңыздар, дұрыс па? Сізге коллективный свет қосып берді, дұрыс па? Біз сіз жер сатып алған кезде сізге айтты, менде жерінде свет бар, 10 соттық жерді алыңыз. Бізде коллективный біз өткіздік, слипқа сәйкес келмейді. Біз осы светтердің бүкіл тоқтардың бәрін бесхозды деп таныттық. Сотпен. Сол таныттыңыз. 147 километр светті линияларды бесхозды деп танытып АЖК-ға бердік қазір. АЖК өзіне қабылдап алды. Алматы жарық компаниясы, өздеріңіз білесіздер. Енді АЖК осы линиялардың бәрін ауыстырады. Реконструкция, модернизация. Дауысы көрген ғой сіздің айтуыңыз бойынша. Орында сізбен бұрын. Жиналысты сіз айтуыңыз ғой. Мен үйтіп айтқан жоқ, Мареке. Я не могу так говорить. Міне, білем ғой мен міне. Ареке, Ареке, өтірік айтпаңыз. Қоя сал бауырым. Бауырым, қоймаймын мен. Мен өзге айтқанымды білемін, бауырым. Светіңді де, суыңды да, шақыметіңді де реттеп берем дегесің ай, қоя сал бауырым. Арман, тыңда мен. Құрай қайнағанмен шешілмейді. Тыңдайық, не айтады? Қай жылы қосылады? Жақсы светтің енді аға 2030-ға 50 мет тоқтататын айтайық. 2030 причинаны не қылдық? Ареке, мен бір ауыз сөз айтайын. Сіздермен біргеміз. Түнімен осында жүрдім. Светтің причинасын, аварияны анықтай алмадық. Түнімен осында жүрдік. Бірақ светтің причинасы ол темір жолдың асты бола ма, басқа жер бола ма, белгісіз ғой әлі. Әлі белгісіз, бірақ біз қазып жатырмыз. Дегенімен, аға міне. 2 сағатта дизельный генератор үлкен тралмен дәу машинамен кесіп келатыр. Ол кеше қойылмайды енді ол заң бойынша кеше қойылу керек. Біз кеше бердік заявканы. Қойылу керек. Генератор не қол деген подстанцияда болмайды ол. Түнімен. Ай сен не бәкеме сен электрик болсаң ал. Бауырым сен сөйлеме. Сен адам санын көбейтсең мұнда сөйлеме сен бауырым. Мен коммунальный жол. Жоқ, ана бастан сөйлеп жатыр ғой. Аким сөйлеп жатыр ғой. Тыңдай жүріп жатыр. Ешкім ұйықтап жатқан жоқ. Сіздер дұрыс түсініңіздер. Кім бауырым ұйықтап келдің сен? Жартысын түнде басқа Мен де түсінем сені. Но үйде паровоймен тұрмен аға. жас бала түсінбейді. Бір айлық бала жатыр үйде. Bir aylık bağlama var ya. Üstüne otur bir aylık bağlama. Hakimden yine biz var. Hakimlerin aydı. Kemiğimi жұмысты yok mu halk bekişki? Al енді. Geldi koy mı? Geldi koy. Енді. Ол енді генератор болады деп тұр. 2 сағатта келеді. Генератор 2 сағатта келеді. Сіз кім болсыз? Мен Алатау ауданында. Міне Алатау ауданында. Ал енді әкім уәде беріп тұр 2 сағатқа. 2 сағатта Суласамыз ба? Тосамыз 2 сағат. Жоқ, 2 сағатта болмаса жабамыз қайтадан. Bir ауыз сөз айтайыншы, 5 минут. 2 сағат тосамыз. Бітті. 12 болды қазір жігіттер. 12 болды. 2 жарымда 2 сағатта болмаса онда ренжімейсіз. Қайтадан жабамыз біз. Мен жаңғыз келмеймін. Бала шағам түгел алып келем, осы жерде жатамын. Бітті. Басқа не жоқ. Мен бір ауыз сөз тыңдаңызшы. Рұқсат айтыңыз. Менің қолымда
жаңағы зат емес сіздер түсініп отырсыздар. Ой, сен ақымыз қой, қалай қойыңдар? Айтайыншы, Ареке. Не болды сонша айқайлап? Айтайыншы бір ауыз сөз. Ареке, не болды сонша? Bir ауыз сөз беріңізші 2 минут. Қолымда емес, мен құшығымда емес деп, мынау жүреді. Анау мен білмейін деп, анау жүреді. Ареке, тоқташы айтайын 2 ауыз сөз. Не болды сонша тегі? Не болды, бастап кеттім міне. Мен де осында тұрмын, Ареке. 3 минуттың сенен бірге тұрмын осында. Айтыңыз. Ал, давай, береміз сөз, қорқпа. Авария деген болады ғой? Жоқ, болады. Енді күнге созылмайды шығар. Тоқташы енді бір ауыз сөз айтайыншы. Не болды сонша Ареке тегі? Не болды сонша тегі? Авария болады. Түнімен осында жүрдік. Причинасын выяснять етіп, сахарный завод ішін қазып шықтық 300 метр. Бәрін неғып жатырмыз. Кеше энергетикаға басқармасына звондап айттық, дизельный генератор түнге беріңдер деді. Беріңдер. Бірақ оның өзінің тәртібі бар дизельный генератордың қосылуының. Больше суток деген сияқты, меньше суток, 12 часов. Сондай өзінің тәртібі бар. Бірақ біз кешеден бері айқайлап, осында сіздермен бірге заяқтан тастадық. Енді қазір мен уже күнге қаланың замакініне шығып, бірінші замакін Қожа-Опанов. Беріңіздер поручение. Мына жақта халық уже не может терпеть. Не может терпеть. Дайте поручение. Что будем ждать мы двое суток, пока дизельный пока не будет? Причину еще не определили. Нам не давали раскопать. Нам не давали ночью раскопать под железной дорогой. Вы, говорят, испортите железную дорогу. Түсініңіз, азанмен қазір железный дороганы ашып, қазып жатырмыз, причину определяем. Но до определения это будет под железной дорогой, не будет под железной дорогой. Мы вытянули этот дизельный генератор. Служба спасения 800 киловатт сейчас полностью Рахат Мәдениет предоставит свет. Тоқ береді дизельный генератор. Жарты сағат өтіп кетті ғой бауырым сөйлеп. Мына жерде бір сұрақ мынандай. Мен айғайлауға құқым бар. Мен бәрін сабырға шақырамын. Түсініп тұрмын мен. Бауырым, сен де түсініп тұр. Ақын мырза, асфальт көшеде бар ғой, не соған қосуға болмайды. Жоқ, мынау бірінші авария емес тұрды. Көшенің бәрінде жанып түсіндіріп берейін. Сейчас свет дадите, да? А за это время уже у многих замерзло. Что тем людям делать? Скажите. Определим. Проедемся, определим. Проедемся, определим. Если какие-то ущербы есть, посмотрим на месте. Отвечаю я. Отвечаю. Как Аким. Азамат меня зовут. Аким Алатауского района. Я проедусь. Если замерзнет, проедемся, посмотрим. Азамат мырза, Аким мырза, бір минут. Освещение көшенің бәрінде жанып тұр да, үйлерде жоқ. Көшенің бәрі жанып тұр, қосуға уақытша болмай ма сонда? Или полный бәрін қалаға ауыстырсын ал. Көшенің бәрі жанып тұр. Шынымен жанып тұр. Неге жоқсың? Жеріміз Алатаускаға қарайды ғой. Киловаттарға байланысты. Сен мен түсініп отырмын, сен анау мысалы үшін 3 километр көшеге беріледі ғой. Сен оған үйлерді қосамаймын. Жанымыз индустриальный зона, полный жанып тұр. Қалаға қоссын болмаса. Облыс болмай ма қалаға қоссын. Біз анау бүкіл шеттердің бәрін енді бәрін АЖК-ға бердік. АЖК модернизация арқылы енді кезінде енді салынған коллективный светтер ғой. Түсініп отырсыздар ғой, ол сниптарға сәйкес келмеген. Өздері участвовать жеке меншіктер салған свет. Енді АЖК-ға біз бергеннен кейін АЖК инвестор программасын жасайды. Тура осындай жақсы телефонды алмайсыңдар ғой. Мынандай. Жоқ, өткізу керек. Түсініп отырсыңдар ма? Соны өткізгеннен кейін светтер нормально будет. Қашан болады қалаға, қашан. Енді мен оны срогын мен айтамын. Ақша төлеп жатыр. Ақша алғанда Нет, бауырым, тыңда, сұрақ қайда? Енді бір сұрақ туындайды. Ал енді тыңда. Біз ақша төлемесек светті қиып тастайды. Он обязан нас обслуживать, обеспечить электроэнергию. 28-ден төлейміз. 28-ден төлеп қой. Түзілуден төлейміз. Суға түзілуден төлейміз. Обслуживать. Там должно быть аварийный генератор, аварийная линия должно быть.
случае чего аварии, она аварийный должен подключаться к этому. Чтоб не вас не беспокоили, а был спрос, кто делает бизнес на нас. Өзіңіз көрдіңіз. Аварийный таппай жатыр. Бәрі өшіп жатқаннан кейін мы уже түгел қосаматқа. Таң 6-ға дейін ана цепені қайта көтеріп уже күйетін болғаннан кейін осылай болды. Жібер мына. Міне жіберді бұзақы. Қазір биде 2 сағат шыдаңыздар. Кешеден бері осыған өздерінде бала шағаларың бар шығар. Генератор келеді. 2 сағат Болмайтын жоқ, болмаса мен Біз ерікінде жол жауып жүрген жоқпыз. Ал 2 сағаттан кейін болмаса мен жаңа айтып сөз беремін. Интернет ұстамайсың. Түгел, мен шындай сөзім беремін міне, жігітше. Электрик болсаңыз Хорошо? Просто сабырды саралтым, бірақ шыдамында шегі бар бауырым. Шыдамында шегі болады. Қатты үйде қашан свет болады? 24 сағат асып кетті уже. Қосындаршы үйде бала шаға бар. Үйде вообще техниканың бәрі күйіп кетті. Сендер соған жеткізсеңдер, соны айтып тұр мен саған. Ол не емес ол нәрсе, жол жапқан ол. Акимат, тепло, пойдем, Акимат. Азамат здесь. Азамат здесь. Рахатта көңіл Әлім, Аким мырза, рахатта көңіл жол, су, канализация, освещение. Аға, бетек, рахат мәдениетке. Интернет жоқ. Рахат мәдениет, мен түсініп отырмын. Қалаға қосылғанына 6 жыл болды, 2014-те қосылдыңыздар. Ал жарайды ал. Дұрыс па? Рахат мәдениет 2014 жылы қосылды. Присоединенный территориялар. Облыста қосылдыңыз. Облыста болған кезде хаотичный светті де жүргіздіңіздер. Хаотично, коллективно. Бірақ мемлекет Бақытжан Әбдірұлы Сағынтаев. Міне, осы келгелі сіздерге бірінші құжаттама керек. Светке де, суға да, канализацияға да құжат керек. Проект жоба деген болады. Жоба разрабатываться етіп, магистральный көше өтті ғой 8 километр. 40 километр су мен канализация уже жобасы Құдай қаласа февраль айында шығады. Февраль айында су мен канализацияға шығады. Прошлом году сказали. Газдың мәселесі. Біз шығарғаннан кейін сразу же бюджетке заявляться етіп шығамыз. Бюджет болады ғой. Нормально, жақсы. По интернету мен келдім осында. Жүрдік точкаларды. Билайн деген Қазақ Телекомға мен бардым өзім. Алып келдім Қазақ Телекомның адамы. Өткізіп берші, проведи здесь. Он говорит, мне невыгодно. Рахат мәдениет, частный сектор. Да, частный сектор. Казах Телеком частная компания. Вы понимаете, да? Это не государственное. 51% принадлежит частнику. Он говорит, мне неинтересно, говорит, Рахат Мәдениет проводить. Потому что все частникам продали, все частники везли бизнес. Я понимаю. Он говорит, мне интересно 5 высотных домов туда подключить. Вы понимаете, Акша, Это коммерческие отношения. Теперь мы сказали, Билайн вызвали, сказали, давайте сотовую вышку поставим, чтобы интернет 4G. Новый BI салып бітіп келесі сентябрь айында сентябрьдің 1-іне Құдай қаласа қосылды ма? Енді сонымен маған свет қашан болады? Күтіп отырмын. Мен сіздермен бірге осында күтемін. Қашан свет береді? Мен осында тұрамын. Сіздермен бірге күтемін светті. Аким мырза, не сұрауға бола ма сізден? Мына генератор алып келеді ғой. Ол постоянно қала ма бізде? Жоқ, временно. Пока не... сондай бір постоянно бір генератор қойып қойса, на время отключать еткен кезде, что қоятындай, қосатындай свет. Айтса, бір ай болды міне. Бауырым, келісіп алайық. Полностью Рахат Мәдениет өшпейді ғой. Точечно өшеді, дұрыс па? Точечно отключение бывает. Жоқ, енді өшкен кезде мынау сұмдық қой бүкіл. Новостройка постоянно өшеді, новостройка. Новостройка бізде постоянно өшеді. Өшіп тұрған енді ғой, енді оны мойындайық та. Рас. Сол үшін қазір
үлкен генератор 8 киловатт бүкіл рахат мәдениетке келіп свет береді. Сөйтіп причинаны аварии мы устраним. Под железной дорогой или где? Устраним. Жігіттер, бір өкініштісі. Кеше сағат 2-де өшті свет. Кеше емес. Күндізі сағат 3-те өшті. 2'de ölçtü. 2'de ölçtü. Şimdi mi? Yok. Kişi elbette. Elbette kişi gündüz. Ana tünde ölçtü deyip duruyor. Если закон хороший, умный. Ya tünde jandı mı? Tünde takmayat. Tünde jandı mı? Oy bizde janmadı. Tünde jandı. Bunu senden jangan ben bizde. Kaç uçtu? Bir saat. Al endi bir әңгіме. Мынандай қабылда баса, істеп жатыр. Ренжімегін бауыр. Түнгі аға 2'де жағынды ғой. Saat 7'de uçtu. Gaz svet şimdi aytmanış. 1 mil. Kendisi. Gaz svet aytın. Kesin 1 mil. Освещениянда, жолды да, соның бәрі қазір жанбайды ғой. Мәдениеті жалпы жанбайды ғой. Жоқ, вообще құрған жоқ. Освещение жанбайды ғой. Жоқ, бізде жоқ. 79 көшеге жарықтандыру бердік бүгінгі таңда. Бірақ неучтенный солар қалып қалған. Біраз переулықтар. Соның арасында біз тұрмыз, иә. Свет жоқ, освещение жоқ, переулықтар қалып қалды. Біз электроремонт деген компанияны дополнительно 120 көшенің спискісін бердік. Осыларды тоже қосып бересіңдер. Ұрлық көбейіп жатыр. Иә. Осыларды қосып бересіңдер. Онсыз біз сіздердің жұмыстарыңызды қабылдамаймыз. Мен емес, аудан әкімшілігі жасамайды светті. Жарықтандыруды, су өткізуді. Білесіз ғой, бірақ біз контрольді ұстап отырамыз. Ол жасалады. Қазір айтты, иә? Жеріміз Алатауский, иә? Интергаз ба сіздерде? Кім не ғой? Тәуекел газ ғой. Қаскелеңде ғой. Корейстерді, иә. Соны біз Алатаускийға қарап неге жасата алмаймыз. Өйткені Алатаускийда бізге выгодно да арзан. 160 мың. Ана Карасайскийдікі 350 мың. Бізге өте қиын болып тұр. 2 жыл болып жүрген сол Карасайскийдің өзі ақшасын беріп қоса алмай жатыр. Ақшасын беріп қоса алмай жатыр. Кәсіппен айланысыз ба? Немене кәсіп? Жалпы. Бұл кәсіпкер. Тәуекел газ. Ол өзі газовый магистральный трубаларын өткізді. Өзі бұл не қылды. Сөйтті да, бұл кәсіпкер, ол нан сияқты сатып отыр газын. Сіз қосыласыз ба? Шын беріңіз. Жеріміз Алатаускийға қарайды ғой енді. Алатаускийға неге біз өте алмаймыз? Жоқ, енді ол кезінде 2014 жылдан басқа Алатаускийға қараймыз. Жоқсан алсаңыздар болар еді ақырыңыз. Қарасай ауданының әкімі берген соған, мысалы үшін. Одан кейін қазір біз 14-ші жыл қосылдыңыз, Алатауға қалаға кіріп кеттіңіз. Интергаз, жаңағы Қазтрансгаз аймаққа біз заявка бердік. Оны былтыр ғана қосты ғой? Иә, ол жақта заявка бердік біз, мысалы үшін. Мынау рахат мәдениеті бізде жаңағыдай частник тұр, тәуекел газ. Ал Қазтрансгаздың линиялары жоқ, магистральный. Өткізіңдер деп. Магистральный. Біз анау жаңағы тәуекел газдың жанынан өзіміздің трубаны жібереміз бе дейді. Жоқ, енді келіп тұр ғой, осы бұрышқа дейін келіп тұр. Алатауский районында. Соны бері қарай тартасы. Жартысы бізде Қазтрансгаз, жартысы тәуекел газ. Анау шет аймақтардың бәрі тәуекел газ. Газға қосылу, енді қазір рахат мәдениетінің өзінде қауіп бар. Біз қазір 40 үйге уже тегін газ қосылып берді, жағдай жоқтарға. Жағдай барлар жаңағыдай несиесіз, процентсіз несиеге 1 жыл, 2 жыл жаңағы бөліп төлеу, рассрочка. Мысалы үшін бір 10 грамм қайда жолғуға болады сонда. Ондай емес аға, былай болды ғой. Мен ақшамды төлеп отырып, 2 ай артынан жүгіріп, дене тартылып үйге кіріп тұрған. 2 ай төбелесіп келіп әрең қосылдым ғой. Қардаудың алдында. Ақшасын беріп қосылып алмай жатыр. Ақшасын беріп қосылып алдым ғой, әрең қосылдым. Темір жолдың асты түнде қиындық болды. Неге болды? Жарайды. Авария, адам аяқта жоқ, сонда брат, генератор сатып аламыз ба жоқ, не істейміз, 2 сағатта келе ма? Келеді ғой. Точно ғой, келеді. Уақытша бір жағына қосып жатыр аға. Түнде балаларым жылап түнде максимально рахат мәдениет қостық. ТП шыдамады. Түнге 2-де бір өшті ғой. Бір өшкенде
жартысын ажыратып па? Қосылған жоқ бізге. Жоқ, қосылған жоқ. Саған қосылды, ар жағы қосылды. Жоқ, қосылған жоқ. Мына жақ қосылды. Бұл ескі рахат жоқ, сағат деген мен өзім 4-ке дейін өткізе салайыншы. Осындай экстренный нәрсеге Интернетке айтасыз ба? Қаттық баламен қосыңыздаршы, өтініш. Үйде балаша қатты. Şimdi ballarımız şartı bunu veriyorum. 24 saat ne деген сұмдық?